Барлықтарыңызға сәлем. Сіздерге өте қызық оқиға, шок контентпен бөлісемін. Тыңдаңыздар. Қазақ қызы мен африканец жігіттің шынайы оқиғасы. Салтанат ханым, сізге мен өзімнің иностранецпен болған интим оқиғамды айтқым келеді. Барын ашық жазайыншы. Қазақ жігіттермен айырмасын салыстырып жазғым келеді. Қалаға оқуға түскеніме көп болмады. Екінші высшее образование оқып жатырмын. Қыздармен бірге общежитиеде тұрамын. Бір күні общежитиеден сыртқа шығып қайтайық деп қыздармен жүріп қайттық. Сол жерде дүкенде бір африканец жігітті көріп қалдым. Африканец болса да өте сымбатты, бойы ұзын, денелі, көзі бақырайған өте әдемі жігіт екен. Ол жігіттің мен қатты ұнаттым. Сол жігітпен сөйлесіп кеттім. Сол жерден номерін алып, екеуміз бірімізге хабарласатын болып шештік. Сенесіздер ме? Қатты ойым кетті. Менің бар ойым негізі ол кісімен жақын қарым-қатынаста болып еді. Ол кісі студенттерге сабақ береді екен, біздің мұғалімдермен қосылып тұратын общежитиеде тұрады екен. Тура сол кісіге мен одан ағылшын тілін үйренгім келеді деп сылтауратып, оның курсына жазылдым. Онымен жеке танысқым келді. Курсына бардым, ол маған ағылшын тілін үйретті, мен онымен сөйлестім, бар ойымды айтқым келді, жеткіздік. Ары қарай сабақ, ол өте мықты ұстаз, маған өте жақсы үйретті. Екеуміздің жас айырмашылығымыз 10 жас. Мен блондинкамын, бойым ұзын, денелі, көтенімде, төсімде үлкен, әп-әдемі қазақтың қызымын. Басында ыңғайсыз болды. Ары қарай екеуміз одан сабақ алып, ол маған мұғалім болып барысында ол маған ашық интим темалар туралы айтылып кетті. Мен де қайтпадым, ол да қайтпады. Сонымен екеуміз плюс 18 туралы көп сөйлестік. Одан кейін ол мені киноға шақырды. Кинодаға екеуміз барды, кездестік, кинода отырып сүйістік, аймаластық. Сол кинода отырғанымызда ол жігіт қолын астыма салып жіберді. Шыдай алмай киноның жартысынан гостиницаға кетіп қалдық. Барып жуынып алдым, мүшеқап сатып алдым, жүрегім қатты дүрсілдеді. Бірінші рет африканец жігітпен жатқалы тұрмын. Содан светті жай жарық етіп мені жатқызып қойып астымды жалады. Тілін өзі ұзын, мүшесі де өте үлкен. Тілімен менің мүшемді астымды жалап кетті. Біздің қазақ жігіттері ондай әрекетке бармайды. Оларға жалынасың, сұрайсың. Ал бұл кісілер өздері ғана жасай береді екен. Тілін салақтатып, тесігіме тығып, тілімен айналдырып, мүше етіп мені әбден қоздырды. Телефоным жаңа, қазақша шрифт жоқ, барынша сіздерге түсіндіріп жазып жатырмын, деді қыз. Бір кезде іш киімін шешіп қалды. Мүшесі анық 27 сантиметр екен. Таң қалдым, шок болдым. Менің алған мүшек қабым, резинкам оған мүлдем сыйған жоқ, мүлдем келмейді екен. Яғни қазақ жігіттерінің, азиаттардың, африканецтердің арасында енді түк болмай қалады екен. Солай екеуміз қосылдық, ол өзінің тіліменен мен астымды жаларды, рахаттандырды. Мен оны сұраған жоқпын. Тура солай мен бірақ ол кісіге айттым, өтініш мүшеңді маған жай ғана ұшын ғана тықшы дедім, себебі қорқатынымды айттым. Өте үлкен екенін айттым. Ол басында келісті, мүшесін тек ұшын ғана тықты, жайменірек болдық, алайда шыдай алмай ол барлығын тығып жіберді. Иә, маған ауырды, бірақ өте рахат сезімде алдым. Өте рахат сезімде болдым. Тықпа десем де тығып жібердім. Қанады, ертесінде врачқа бардым. Трещина бар деді, бірақ қорқыныш жоқ деді. Мүшесінің ұзындығы, тілінің ұзындығы енді біздің жігіттерге қарағанды әлде қайта үлкен және мықты. Олардың опыттары өте күшті екен. Мен әрине ол жігіттің аузыма алмадым. Аузым оймақтайтым, кішкентай басын сорып, сүйіп, әшін тартып бердім. Көп позаларды біз берістік. Көптеген позаларды көрдік. Мен өте рахат сезімде болдым. Мендегі жағдай осылай. Мен ол жігітті көргім келді, ең бірінші жатқым келді, өзіме бір жаңа әлем ашқандай болдым. Ең жаманы, ол кісіге күйеуге шыға алмаймын. Әкешім мұндайға қарсы.
Қара нәсілді жігітке мені точно бермейді. Әкешімнің жүрегін ауыртқым келмейді. Бірақ басқа жігіттерге қарағым да келмей қалды.